Коронавирусқа қарсы вакцина табылғанша адамзат үрейден арыла қоймайды. Не істеу керек? Қазақ билігіне дені сау халық керек болса, мал басын көбейтіп, ет сүт өнімдерін арзандатудың жолын іздеу керек. Ағзасы мыңдаған жылдар бойы мал өнімдеріне дағдыланған қазақ баласы үшін дәстүрлі тағам тамақтардан бас тарту қауіпті екенін Facebook пайдалануды үйренгелі айтып келеміз. Соңғы күндері қойдың құйрық майы иммунитетті көтеретіні туралы әңгімелер айтыла бастады. Ол негізсіз емес. 1920 жылдары қазақ халқы күштеп отырықшыландырып тұрмыс салты өзгерді. 1960 жылдардан бастап рационымыз өзгеріске түсті. Дастарханымызда көкөніс пайда болды. Бірақ ет сүт өнімдері азая бастады. Жапшас жігіттер белсіздікке душар болып жатыр деп дабыл қағылғалы біраз болды. Оның көптеген себептері де айтылып жатыр. Бірақ қазақ баласы үшін оның ең үлкен себебі тоң майды пайдалануды шектеу екенін көп адам, тіпті дәрігерлер де түсінбей жүр. Холестерин батыс адам үшін аса қауіпті шығар, бірақ қазаққа қауіпті емес. Себебі жаратқанның есебі түгел. Мыңдаған жылдық эволюция қазақ баласының ағзасында оған қарсы иммунитет қалыптастырмауы мүмкін емес. Бірақ евроцентристік біліммен сусындаған біздің ғалымдарымызға оны түсіндіру қиын. Қалай болғанда да атаңның жеңсік асы табылып тұрса көмейден өтсе болды деп, көрінген бәле бәтерді ауыздарыңызға ала бермей атаң жеген тағамды жеуге тырысыңыздар. Атақты дәрігер Әбу Синаның айтуынша ауру адамға ең күшті шипа туған жердің шөбінен жасалған дәрі, туған жердің шөбін жеген мал етінен жасалған тамақ. Деректерді қарасақ, біздің ата-бабамыздың арасында ет сүрлеу, сонау қимақ заманынан белгілі. Арғы бабаларда сүрлеген шығар, бірақ ол туралы әзірге дерек табылған жоқ. Етті мұздатып артынан ертіп отырғанның орнына аздап кептіріп, тоңазытқыштың температурасы жоғарылау бөлігінде сақтаған жөн. Ал қойдың құйрығын тұздап, сап-сары етіп кептіру барысында табиғи жарық пен жел арқылы құнарына құнар қосыла түседі. Қазіргі дәрігерлердің диета деп жүргені европалықтардың ағзасына өлшеніп жасалған. Алдында айтқанымдай, мыңдаған жыл сүретпен қоректенген қазақ баласының ағзасы сүрленген құйрық пен қазыны қалай сіңіреді деп уайымдамаңыздар. Сосын қымбаттау болса да базардан сүйексіз ет алдым деп қуанба. Бірнеше ашаршылықты басынан кешірген адамдардың баласы ретінде айтайын. Даладан тауып алған қу сүйекті суға қайнатып, сорпасын ішіп те талай адам тірі қалған. Сүйектің сорпаға шығар майы мен кемігі, жіліктің майы қазақ баласы үшін иммунитеттің қайнар көзі. Сондықтан сүйекке сүйек саяқ деп қарама. Қазір мынау індет туралы айтсақ, індет негізінен иммунитеті төмендеген қарт кісілердің ескі ауруларын қоздырып жіберіп жатса керек. Иммунитет дұрыс тамақтанбаудан ғана төмендемейді. Иммунитеттің төмендеуіне себеп болатын үлкен фактордың бірі стресс. Стресстің себебі де жетерлік. Кедейшілік, күншілдік, қанағатсыздық, ұйқы қанбау, жұрт не дейді деп айналадағылардың пікіріне тәуелді болу, соны уайымдау, қызметкер бастығыма жақпай қалам ба деп үнемі қыпылдап жүрсе, бұл да стресс. Ал жемқорлар мен парақорлар қашан ұсталар екен деп уайымнан қаласа да қаламаса да ұдайы стрессте жүреді. Құдай сақтағанды сақтайды. Сақтанайықшы. Сақтанғаның айналаңды сақтағаның екенін бір сәтке де естен шығармайықшы. Өмір Шыныбекұлы.